Баршаға сәлем. Түскі асты жеп алып, қарынды тойғызып, сыртқа шаруалатып шықтық. Күйеуім мусорларды тастауға кетті. Мен таксиді күтіп тұрмын осылай. Машинамызда келді. Ең бірінші досымыздың келіншегі босанған. Сол жаққа выпускіге барамыз. Таксист ағай машинды күшті айдайды екен. Зуылдатып 5 минуттың ішінде роддомға кеп тастады. Келсек, осындай баланың конверті және гүлдер тұр екен. Екі жақтың туысқандары келген. В общем, біз соңында келдік. Кішкене күтіп отырдық. Және де осындай қоян мен аю да келіп қосылды. Осындай көріністі көрген кезде тағы да роддомға келгім келеді ғой. Осылай айданатта шығарып алдық. Қарап отқан барлық келіншектерге осындай күн жұғысты болсын. Ұл сұрасаңыз ұл, қыз сұрасаңыз қызды бұйыртсын. Қазақ болғаннан кейін далада кішкене билеп алдық. Сосын телефоныма чехол алуға келдім. Ато ескісі шаршаған, жан-жағы сынып, жыртылып, 3500 теңгеге жаңасын алдым. Жолдан үйде біткен продуктілерді алдық. 2-3 күндікте бітіп қалатын ол жуа, сәбіз, картошка. Сіздерде солай ма? Қарап тұрсам, 1-2 затымды магазинде тастап кетіппін. Соны күйеуім барып алып келді. Телефоныма алған чехолым осындай. Маған ұнағаны камераны қорғайды және де осындай заряд беретіні бар екен, беспроводной.